Танымал блогер Ырысбала Икрамбай мұқтаж жандарға үй алып бермек болып, Сажол лақабатымен танылған блогер Сымбат Қастымовамен біріккен. Даудың бәрі осы кезден басталған. Сымбат халықтың жиналған 800 мың теңгені Ырысбалаға беруге асықпаған көрінеді. Менде Ырысбала конфликт болды. Үлкен хайвай конфликт болды. Мен сбор жасаймын, бір семьяны, бір отбасын тауып, ақтеркен. Бірінші рет сол сбор жасайықшы. 800 мың теңге жиналды. Ертеңгіден Астанаға тойға кетіп қалдық, блогер достарымыздың. Жаңағы кісі жазып жатыр. Қайда, қанша жиналды? Мен барайын деп. Тағы да саламыз сборды, жинап беремін сізге Алла қаласа, міндетті түрде. Сөйтсем, ана кісі кішкене андай болды да, қатты міндет болды. Қашан нервісі шаршаған адам болды ғой. Сіз жауапкершіліксіз қарап жатырсың. Может быть, мен жауапкершіліксіз қараған шығармын, Астанаға кетіп қалған. Астанадан түсіп келеміз сағат 10-дарда үйге барам. Сөйтсем, үйде бүкіл жиналып алған бүкіл әулет айтады ғой сен. Сол кезде естіртті да маған қатты менде стресс болды. Сонымен аяқ асты кету керек деп жаңағы кісінің жанына соғысты. Қанша дегенмен туған болмасам да әкеліп кетіп қалды. Тағы да жаңа кісі қатты болды, бірақ и сол аралықта жаңағы кісі мені айтып Ырысбалаға жамандаған ғой. Осылай Сажолдың сбор жасап, маған ақшамды бермей жатыр, шақырып алды, өйтіп жүр. Қатты жаңағы Ырысбала инстаграмға шығып, халыққа ақша жинап, лақтырып, бірдеңе халықтың ақшасын өте қатты сөздер айтты. Дейді блогер осыдан 2 жыл бұрынғы жанжалды еске алып. Ырысбаланың айтуынша баспанаға мұқтаж әйел блогерге өтінім айтып, Сымбат ақшаны бермей жатыр дегесін араласқан көрінеді. Ешкіммен ұрыспай өз жолымен жұмысыңды істеп тыныш отырсаң, өздері осылай бықсытады. Сымбат қатқан боқты жібітпей менен аулақ жүр. Мына жерде қанша ақша жиналды деп әңгімені айтқан мен емес. Баспанаға мұқтаж ана әңгіменің ашығы бір отбасы сбор аштың. Сол халықтың жинаған ақшасын бермей айлап жүріп алдың. Ананың тойы мына өлді деп. Мұқтаж ана маған өтініш айтқан соң саған шықтым. Оған халық куә деп жауап берді.